Сәлем оқырман, фотоэффект құбылысын бірге талдап көрейік. Жалпы фотоэффект құбылысы дегеніміз жарықтың металға түсу әсерінен электрондардың ыршып шығу құбылысы. Яғни белгілі бір жиіліктегі ашну энергиясы металдың бетіне түседі, және де соның түсу әсерінен металдың бетінде әлсіз орналасқан электрондар ыршып ұшып шығады. Соның салдарынан бұл жерде фотоэффект құбылысы пайда болады. Енді фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуін қорытып шығарайық. Жаңа алдында айтып кеткеніміздей, жарық кванты түседі, яғни жарық, оны фотон дейміз. Фотон металл бетіне түскен кезде металл бетінде орналасқан әлсіз электрондар ұшып шығады. Ал ол ұшып шығу үшін бізде шығу жұмысы жұмсалады. Яғни фотон өзінің белгілі бір энергиясын шығу жұмысына береді. Енді осы жерде бір нәрсені қарап өтейік. Жалпы бізде механикадан білеміз, толық энергия дегеніміз потенциалдық энергия мен кинетикалық энергиясының қосындысына тең. Дәл сол секілді. Кванттық физикада да, атомдық физикада да фотонның энергиясы оның шығу жұмысы мен кинетикалық энергиясының қосындысына тең. Яғни фотон дегеніміз жаңа айтып кеттік, H-nu, бұл Планктың формуласы, ол бізде жаңағы шығу жұмысы мен кинетикалық энергиясының қосындысына тең. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде фотоэффект құбылысы болу үшін бізде фотонның энергиясы шығу жұмысынан көп болу керек немесе тең болу керек. Ал егер де бізде фотонның энергиясы шығу жұмысынан аз болатын болса, онда бізде фотоэффект мүлдем болмайды. Яғни әр металл үшін өзінің минималды қызыл шекарасы болады. Әр металл үшін.